Маңғыстау облысы Ақтау қаласы номер 20 Мұхтар Әуезов атындағы 8-ші сынып оқушысы Омадин Нұршат. Менің жасаған жұмысымның аты Қансорада бүркітші шығады аңға. Бұл жерде мен жылқыны, аңшыны, құмайтазыны, аңшыны ұстап алған қасқырын, одан кейін қыран бүркітті жасадым. Бұл жерде ең бірінші жасалған жұмыс бұл жылқыны жасап атқан кезде ең алдымен мен макетке суретін салып алып, жасау барысында оны үлкейтіп, көрнекті әрі көзге көрінетіндей қылып үлкейтіп жасадым. Бұл жерде мен қолда бар қағаздарды, қатты картонды және де суым мен вакейдің араласқан қоспасын пайдаландым. Қатты қағазға макетке салынған суретті салғаннан кейін мен оған денесін формасын жасау кезінде мен ең алдымен қағазды қатты қолдағы бар ақ қағаздардың барлығын скотчпен қатты картонға орадым. Одан кейін мен жаңағы қоспаны қағаздардың ортасына жағып, оны жылқа жабыстырдым. Осыдан кейін мен оның құйрығын және жалын оны қатты қағаздан жасап шығардым. Сыртын түрлі бояулармен бояп, одан кейін оның сыртын лактап шықтым. Лактау себебі ол жылтырау үшін және де жаңағы бояулар қолға жұқпау үшін. Одан кейінгісі аңшы. Аңшы көбінесе қатты картоннан жасадым. Оның барлық денесін қатты картонмен жасадым. Одан кейін барып ішінен қағаздармен толтырдым. Оның да сырты қатты қағазбен жасалды және де бояулар бояп шықтым. Бояу кезінде мен оның түстерін таңдау арқылы аңшының киімін, бет әлпетін көрсету арқылы боядым, сыртын лактадым. Одан кейінгісі құмайтазы бұл өзі кішкентай зат болғандықтан ол оңайырақ жасалынды. Оны жасау барысында жылқы секілді оның ең алдымен макетке суретін салып, одан кейін барып қағаздармен толтырып, сыртын қағазбен орап, бояп, лактап жасадым. Одан кейінгісі қыран бүркіттің денесі бұл қатты картонмен қағаздардан жасалған, ал қанаттары ол қатты қағаздың өзінен жасалған. Оның аяғын, басын және де қанаттарын мен темір арқылы денесіне орнаттым. Арманы ғой талайдың, арғымағы адайдың, ер қанаты ат деген жоғалған жоқ солайбын. Өзен Ақтау мұнайы сарқылмасын лайым, абыройын бұл елді асқақтатқан құдайым. Екі қата тіріміз, ардақтаймыз мұны біз. Оның өлі жатқан секілді және жылқының артында жатуы бұл қиын болды. Оны өліп жатқанда жылқының екі жағына да болатындай қып жасау бұл қиын болды. Оның макетке суретін салу, оны қағаздардан жасау бұл қиын жұмыс болды. Олар онда қатты картонға қағаздарды жабыстыру арқылы жасадым. Сыртын бояулармен бояп шығып, одан кейін лактадым.